қазақ десе, ол бір жаңағы жалқау, жаңағы бір надан, лас, сондай болып. Тойдан кешікпесе де қазақпыз ғой, есігінің алды шашылып жатса да қазақпыз ғой, аула, көше шашылып, қазақ ондай болмаған. Қазақ көшіп, көшпелі болып киіз үймен көшкенде ошағының орнын тазалап кететін қазақ болған. Сол ошағының орны тазаланған ауылды мынау текті ауыл екен деп сол ауылдан қыз айттыратын ел болған. Сондықтан тазалыққа 5 уақыт кәдімгі тазалығымен жүрген қазақты біз сол өзге ұлтқа жаңағы мазмұнын өз мазмұнымызға жалғамыз қалғандықтан мазмұнсыздық, біресе орыс болғымыз келеді, біресе ағылшын бол, біресе Қытай бол. Мұхтар Шахановтың тағы бір керемет салыстыруы бар, жантақ пенен ебелекті салыстырады. Жантақ деген құмда өседі, оның тамыры егерде су 30 метрде болса 30 метр, 30 метр, өте тереңнен алады суды. Ол ешқандай дауылға, желге ұшпайды, өзің барып шауып алмасам. Ебелек деген шөп қаяқтан жел келсе, үф деген желге ұшып кете береді. Міне біз тамырымыздан ажырасқандықтан осы ебелек болып отырмыз.